Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге капустадан жасалған салаттың рецептін бөлісетін болам. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды үлкен теркіден өткізіп аламыз. Негізі капустаны осы теркіден өткізген кезде соғы шығып, өте дәмді болып шығады. Және де үстіне бір чесногымызды езіп қосамыз. Міндетті түрде езіп қосуымыз керек. Бұл салатқа тұз, қарабұрыш салудың қажеті жоқ. Егер салам десеңіздер, салсаңыздар болады. Енді майонезімізді қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Салат өте дәмді болып шығады, әрі жұмсақ, әсіресе үлкен кісілерге жеуге өте ыңғайлы салаттардың бірі. Біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.